адамның ақысын жеу өте қиын. Егер ол адам сізді кешірмесе, бұл дүниеде ол өте қиын болады. Ертең қияметке барған кезде ақысы желінген адам сізден ақысын талап етеді. Сіздің бұл өмірде жинаған сауаптарыңызды алады. Егер ол сауаптарыңыз жетпесе, ақысы желінген адам өзінің күнәсін ақысын жеген адамға береді. Бұл өте үлкен күнә. Сондықтан қадірлі жамағат, қолымыздан келгенше адал болуға тырысайық. Бұл өмірде байлық, білесіздер, ол денсаулық қой. Одан артық байлық бар ма? Бұл өмірде адам қанағат етпесе, қанша дүние тапса да ол бай бола алмайды. Сондықтан байлыққа қол жеткізем деп, алаяқтық жасап, адамдарды алдап, күнәға батқаннан Құдайдың берген дүниесіне қанағат етіп, Аллаға шүкір деген біз үшін шексіз үлкен сауапқа кенелтетін іс.